Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін дамумет. Бүгінгі сабақта біз патофизиология пәні бойынша зәр шығару жүйесін талдайтын боламыз. Видеоны бастамастан бұрын міндетті түрде каналға подписка жасап кетіңіздер. Зәр шығару жүйесі бұл адам ағзасындағы зат алмасудың соңғы өнімдерін шығарумен ішкі ортаның тұрақтылығын сақтап тұратын жүйе болып табылады. Жалпы зәр шығару жүйесі бүйректен, несеп ағардан, қуықтан және дағы несеп шығарушы өзектен тұрады. Зәр шығару жүйесінде бүйректің өзінің өте көптеген қызметтері бар. Бүйректің қызметтері біз экскрециялық қызметтерге, гомеостаздық қызметтерге және дағы инкреторлық қызметтерге жіктей аламыз. Экскрециялық қызмет, яғни ол бізде зәрдің түзілу қызметі болса, гомеостаздық қызмет бұл бізде қышқылдық негіздік балансын сақтап тұру, су тұз алмасу балансын сақтап тұру және дағы электролиттердің алмасуын реттелу болып табылады. Одан кейін инкреторлық қызметіне тоқталатын болсақ, жалпы бізде бүйректе эритропоетин, кальцитриол, простагландин А және дағы Е түрінің синтезі жүреді. Яғни осы бүйректің инкреторлық қызметінің бұзылу нәтижесінде эритропоетиннің синтезделуі төмендесе, бұл бізде эритропоездың тежелуіне алып келеді. Соның нәтижесінде адам ағзасында анемия дамитын болады. Ал егер дағы бүйректе кальцитриолдың синтезделуі бұзылса, кальцитриол біз білеміз, что ол жаңағы кальцийдің тасымалдануына, кальцийдің сіңірілуіне қатысады. Бұл дегеніміз адамда сүйектердің остеопорозы менен остеомаляциясына алып келіп соқтырады. Ал егер дағы простагландиндердің синтезделуі тежелетін болса, бұл қан тамырларының тонусының тарылуына алып келеді. Бұдан бөлек бүйректің инкреторлық қызметтерінің ішінде рениннің маңызын айтуға болады. Ренин ол бізде ренин-ангитензин альдостерон жүйесіне хабарлаушы, яғни импульс береді. Бұл бізде тамырдың тонусын реттеуде маңызды рөл атқарады. Жалпы осымен біз бүйректің қызметтерін толық айтып шықтық деп ойлаймын. Бұдан басқа өте көптеген қызметтері бар. Келесі бізде бүйректің құрылымдық, функционалдық бірлігі ол бізде нефрон болып табылады. Жалпы бүйректе 1 миллионға жуық нефрон болады. Нефронның өзінің құрылысы жағынан келетін болса, ол бізде шумлянский бомен капсуласынан және де капсуланың ішінде жатқан шумақтан, яғни осы экстрагломерулярлық аппараттан, одан кейін бізде проксимальды ирелендеген каналдан, одан кейін проксимальды тік бөлімнен, немесе осы бөлігін генлия ілмегінің төмендеген бөлімі деп атайды, одан кейін генлия ілмегі, одан кейін бізде дистальды тік бөлім, дистальды иренделген бөлім, одан кейін жинақтаушы түтікшеден тұрады. Жалпы зәр осылайынан жүріп, бізде жинақтаушы түтікшеден кейін кіші тостағаншаларға өтеді. Кіші тостағаншалар бір-бірімен қосылып, үлкен тостағаншалар түзеді. Зәр үлкен тостағаншалардан ары қарай бізде бүйрек астауына несеп ағарға, несеп ағардан қуыққа, қуықтан несеп шығару өзегіне өтеді. Жалпы бізде осы бүйректегі нефронның құрылысына байланысты әртүрлі ауруларды ажыратады. Мысалға, осы бүйректегі шумақтың қабынуын бізде гломерулонефрит деп атайды. Ал осы бүйректің проксимальды және дағы дистальды каналшаларының қабынуын тубулопатиялар, яғни проксимальды тубулопатияларды және дағы дистальды тубулопатияларды ажыратамыз. Ал бізде бүйректің осы астаушасы, бүйректің тостағаншасының қабынуын бізде пиелонефрит деп атайды. Келесі енді зәрдің түзілуіне тоқталатын болсақ, зәрдің түзілуі бізде 3 процестен тұрады. Оның біріншісі шумақтық фильтрация, екіншісі каналшалық реабсорбция және дағы экскреция процесі болып табылады. Енді бірінші шумақтық фильтрациядан бастайтын болсақ, фильтрация ол бізде жаңағы шумлянский бомен капсуласының ішіндегі шумақты жүреді. Жалпы біз білеміз, что фильтрация ол физиологияда өткеніміз бойынша гидростатикалық қысымға, осы шумақтың ішіндегі капиллярлардағы анкотикалық қысымға және дағы бүйрек ішілік қысымға байланысты жүреді. Ал бізге патофизиологиялық тұрғысынан қарайтын болсақ, осы шумақтық фильтрация қай кезде төмендейді және дағы оның жоғарылауы қандай механизмге негізделген, біз соған тоқталатын боламыз. Бірінші шумақтық фильтрация қай кезде төмендейді? Бірінші кезекте ол гидростатикалық қысым төмендеген кезде шумақтық фильтрация тоже төмендейді. Гидростатикалық қысым артериалдық қысым төмендеген кезде төмендейді. Егер дағы артериалдық қысым 80-нен төмен болатын болса, онда жаңағы капсуладағы гидростатикалық қысым да төмендейді. Бұл дегеніміз фильтрация процесінің төмендеуіне алып келеді. Мысал ретінде айтуға болады, коллапс кезін айтуға болады, шок алған жағдайда адамдағы артериалдық қысым деңгейі өте төмен болады, жүрек жеткіліксіздігі кезінде қысым төмен болады.
және дағы айналымдағы қан көлемі азайып кетсе де артериалдық қысымның төмендеуіне алып келеді. Бұл дегеніміз гидростатикалық қысымның төмендеуіне алып келеді. Және дағы соның нәтижесінде шумақтық фильтрация процесі төмендеуіне алып келеді. Енді келесі бізде екінші механизм ол онкостық қысымның жоғарылауы. Бұл бізде белоктық препараттарды енгізген кезде, қанның қоюлануы кезінде, немесе миеломда ауру кезінде, және дағы гиперпротеинемиямен жүретін аурулар кезінде онкостық қысым жоғарылайды. Ал онкостық қысымның жоғарылауы бізде жаңағы сүзілу көлемі шумақтық фильтрацияның төмендеуіне алып келеді. Бізде үшінші механизм әкелуші артериолалардың спазмы. Яғни біз білеміз, шумақтық капсулаға әкелуші артериялар келеді, және дағы әкетуші артериялар шығады. Яғни осы артериялардың тамыры жаңағы атеросклероз кезінде, немесе басқа нәрселермен бітеліп қалуы кезінде шумақтық фильтрацияның төмендеуі болады. Одан кейін бізде біріншілік зар қысымының жоғарылауы. Яғни біріншілік зар қысымы қай кезде жоғарылайды? Осы проксимальды каналдағы реабсорбцияның баяулауы кезінде қысым жоғарылайды. Одан бөлек жаңағы зар шығару жолдарының обструкциясында, бітеліп қалуында осы біріншілік зар қысымы жоғарылайды осы капсуланың ішінде. Бұл бізде шумақтық фильтрацияның төмендеуіне алып келеді. Ең соңғы механизм ол бізде шумақ мембранасының қалыңдауы. Жалпы шумақтық осы мембрананың қалыңдауы ол қан диабеті кезінде, созылмалы гломерулонефрит кезінде болады. Мембрана қалыңдайды, содан жаңағы капиллярлардың өткізгіштігі бұзылады. Бұл дегеніміз шумақтық фильтрацияның төмендеуіне алып келеді. Яғни біз осы механизмдерге негізеп шумақтық фильтрацияның төмендеуін талдап шықтық. Енді шумақтық фильтрация қай кезде жоғарылайды, және дағы қандай механизмге байланысты жүретініне жауап беретін боламыз. Жалпы шумақтық фильтрация жоғарылаған кезде адамда тәуліктік диурез мөлшері тоже жоғарылайды. Ал оның патогенетикалық механизмі бізде гидростатикалық қысымның жоғарылауына негізделген. Жалпы гидростатикалық қысым адам ағзасында қай кезде жоғарылайды? Бұл біріншіден гиперволемия кезінде, яғни айналымдағы қан көлемі жоғарылаған кезде гидростатикалық қысым тоже жоғарылайды. Одан кейін гипергидратация кезінде, және дағы вазодилататорлар енгізген кезде де осы гидростатикалық қысымның жоғарылауына алып келеді. Гидростатикалық қысым жоғарылаған кезде шумақтық фильтрация да жоғарылайды. Шумақтық фильтрацияның жоғарылауы диурез мөлшерінің артуына алып келеді. Келесі бізде онкостық қысымның төмендеуі шумақтық фильтрацияның жоғарылауына алып келеді. Егер дағы естеріңізде болса, біз шумақтық фильтрацияның төмендеуін талдаған кезде керісінше болған, яғни онкостық қысым жоғарылаған кезде жаңағы гиперпротеинемия кезінде керісінше шумақтық фильтрация төмендеген. Ал енді онкостық қысым төмендегенде адам ағзасында гипопротеинемия болады. Яғни сіздер жалпы белок анализінде наруз деңгейінің нормадан төмендегенін көрсеңіз, яғни адамда гипопротеинемия немесе диспротеинемия екенін көрсеңіз, онда сіз ойлайсыз, что адамда онкостық қысымның төмендегенін. Ал онкостық қысымның төмендеуі бізде шумақтық фильтрацияның жоғарылауына алып келеді. Бұл дегеніміз осы адамдағы диурез мөлшерінің артуының негізгі патогенетикалық себебі болып табылады. Келесі әртүрлі медиаторлардың әсерінен осы капиллярлардың, шумақ капиллярларының өткізгіштігінің артуы. Оған біз айта аламыз, жаңағы брадикининді айтуға болады, гистаминді айтуға болады. Яғни осындай медиаторлардың әсерінен шумақтағы фильтрация жоғарылайды. Сіздерге осыменен қай кезде шумақтық фильтрация жоғарылайды, қай кезде шумақтық фильтрация төмендейді, яғни осыған негізделген диурездің жоғарылауын, келесі қай кезде төмендейтіндігін сіздеріңізде деген ойдамын. Тубулопатиялар. Жалпы тубулопатиялар дегеніміз осы нефронның түтікшелеріндегі кері сіңірілу және дағы эпителийдің тасымалдау қызметінің бұзылысын біз тубулопатиялар деп атаймыз. Тубулопатияларды этиологиясы бойынша бізде жүре пайда болған және дағы туа пайда болған деп ажыратады. Ал орналасуына байланысты проксимальды және дағы дистальды тубулопатияларды ажыратады. Жалпы тубулопатиялардың пайда болуының негізгі себебі осы каналшаларда жүретін құрылымдық өзгерістер, яғни тубулонекрозға, қабыну, дистрофиялық процестерге байланысты болады. Одан бөлек генетикалық ақаулар, яғни жаңағы аминоцидурия, цистинурияға байланысты болатын болса, үшіншіден тубулопатияның дамуында осы каналшаларға өте көп шектен тыс жүктеменің түсуін айтуға болады.
Енді проксимальды және дағы дистальды тубулопатияларға тоқталатын болсақ, проксимальды тубулопатиялар, яғни нефронның проксимальды каналшасындағы тасымалдану және дағы кері сіңірілу қызметінің бұзылуына негізделген. Проксимальды тубулопатияларға бізде фосфатурия, бүйректік глюкозурия, гипераминоацидурия және дағы бүйрек түтікшелік ацидоз жатады. Фосфатуриядан бастайтын болсақ, яғни осы бүйректің нефронның проксимальды каналшасында фосфордың кері сіңірілуінің процесінің бұзылуына негізделген. Бұл мысалға кальцитриол гормоны жетіспеу кезінде, яғни кальцитриолдың жетіспеуінен фосфаттар дұрыс байланыспайды. Бұл бізде Мишель Рахин ауруының дамуына алып келеді. Келесі ол бүйректік глюкозурия. Бүйректік глюкозурия, яғни зәрде глюкозаның болуына негізделеді. Бұл дегеніміз нефронның шумақшасында глюкоза жеткілікті мөлшерде синтезделеді де, бірақ ол бүйректің каналшасында дұрыс сіңірілмейді. Яғни оның кері сіңірілу процесі бұзылған, соның нәтижесінде зәрде глюкоза пайда болады. Жалпы бүйректік глюкозурия ол бізде өзі белгілі бір аурудың симптомы немесе Детони-Фанкони синдромы деп те аталады. Келесі ол бізде енді дистальды тубулопатияларға тоқталатын болсақ, дистальды тубулопатиялар, яғни дистальды каналшалардағы және дағы жинақтаушы түтікшедегі кері сіңіру процесінің бұзылуына негізделген. Дистальды тубулопатияларға бізде бүйректік сулы диабетті айтамыз. Соның нәтижесінде адам ағзасында полиурия, яғни 30 литрға дейін зәрдің түзілуі, полиуриядан келіп адамда полидипсия дамиды, бүйрек өзінің зәрді концентрациялық қызметін жоғалтады. Дистальды тубулопатияларға біз псевдогипоалдостеронезмді және дағы бүйрек түтікшелік ацидозды айта аламыз. Жалпы сіздерге осы нефронның түтікшелер қызметінің бұзылуы түсінікті болды деген ойдамын. Келесі енді біз бүйректің типтік ауруларына тоқталатын боламыз. Зәрлік синдром. Зәрлік синдром бұл яғни бүйректің патологиясында, бүйрек функциясының бұзылыстарында диурездегі өзгерістермен көрініс береді. Бұл дегеніміз зәрдің көлемінің өзгеруі, зәрдің салыстырмалы тығыздығының өзгеруі, зәрдің құрамының өзгеруі және дағы зәр шығару ритмінің өзгеруімен көрініс береді. Бірінші жалпы зәрдің көлемінің өзгеруіне байланысты 3 типін ажыратамыз. Ол бізде полиурия, олигоурия және дағы анурия. Бірінші полиурия. Бұл адамда тәулігіне 2 литрден көп зәр бөлу процесін айтады. Полиурияның механизмі шумақтық фильтрацияның жоғарылауы, яғни фильтрден өте көп мөлшерде зәрдің өтуінен адамда тәуліктік зәр мөлшерінің артуы. Ал немесе түтікшелік реабсорбция процесінің төмендеуі. Бұл дегеніміз адам зәрдің кері сіңірілуі бұзылады да, содан адам көп мөлшерде зәр шығарады. Полиурияның осы екі механизмін ажыратамыз. Енді келесі олигоурия. Олигоурия бұл адамда тәулігіне 500 мл-ден аз зәр бөлінуін айтамыз. Олигоурияның механизмі шумақтық фильтрацияның төмендеуіне, яғни адамда фильтрация болады, жаңағы нефронда фильтрация процесі төмендеп кетеді, көп мөлшерде содан зәр жаңағы фильтрациядан дұрыс өтпейді дағы, содан адамда олигоурия, яғни адам аз зәр бөледі. Немесе түтікшелік реабсорбция процесінің жоғарылауы. Бұл дегеніміз зәр көп мөлшерде кері сіңіріліп кетеді дағы, адам аз мөлшерде ғана зәр бөледі. Жаттап қалсақ, полиурия көп бөлінуі, олигоурия аз бөлінуі, анурия бұл тәулігіне 200 мл-ден аз бөлінуі, немесе зәрдің мүлдем тоқтап қалуын біз анурия деп атаймыз. Енді зәрдің салыстырмалы тығыздығына байланысты өзгерістерге келетін болсақ, 3 түрін ажыратамыз: гиперстенурия, гипостенурия және дағы изостенурия. Жалпы гиперстенурияның механизмі бұл бізде жаңағы нефронның дистальды каналшаларындағы кері реабсорбция процесінің жоғарылауына негізделген. Гиперстенурия кезінде зәрдің салыстырмалы концентрациясы 1030-дан жоғары болады. Ал енді гипостенурия бұл бізде адам көбінесе жаңағы қою тамақтар ішеді ғой, сол кезде зәрден жаңағы сынама алатын болса, адамның концентрациясы жаңағы зәрдің концентрациясы 1000-нан төмен болуын біз гипостенурия деп атаймыз. Ал енді изостенурия бұл бізде жаңағы 1010-ға тең болуы. Изостенурия бұны түсіндірсек, нефрондар жалпы шумақтық фильтрация, зәр барады, сүзіледі. Сүзілгеннен кейінгі тығыздық, сүзілгенге дейінгі тығыздыққа тең болуын біз изостенурия деп атаймыз. Жалпы изостенурияның өзі
ауыр патология болып табылады. Бұл бізде жаңағы фильтрация процесінің бұзылғандығын көрсетеді. Яғни зардың концентрациясы до и после бір дейді. Изостенурия деп атайды бұны. Сіздерге жалпы зардың көлемінің өзгерістері, зардың тығыздығының өзгерістері түсінікті болды деген ойдамын. Енді зардың құрамының өзгерістеріне байланысты және дағы зар шығару ритмінің өзгерістеріне байланысты патологияларды талдайтын боламыз. Осымен бізде зар шығару жүйесі бойынша бірінші бөлім аяқталды. Келесі бөлімде біз протеинурия, цилиндурия, гематурия, жіті және дағы созылмалы гломерулонефритке тоқталатын боламыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Дамумед медициналық оқыту орталығы.